Жер кодексіне жарияланған моратория аяқталуға жақын. Соған алаңдаған Ақ жол фракциясының мүшелері Асқар Маминге сауал жолдады. Депутаттардың талабынша жер заңнамасына жедел түрде тиісті түзетулер енгізу қажет. Себебі үкімет жанындағы жер жөніндегі комиссияға шетелдік компаниялар мен азаматтарына жерді сатуға және Қазақстан мен шекаралас мемлекеттер мен олардың азаматтарына жерді жалға беруге тыйым салу туралы ұсыныс жолданған. Бірақ белгісіз себептермен комиссияның қорытынды хаттамасына енбей қалған. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақ жол партиясы Қазақстан Республикасының үкіметіне жер кодексіне тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізіп, елді алаңдатқан жер дауының шешілуіне нүкте қойылу керек деп санайды. Ұсынысымыз қабылданбаған жағдайда, Ақ жол партиясы жер кодексіне өз тарапынан өзгерістер енгізуге дайын екенін білдіреді. Естеріңізде болса, 5 жыл бұрын жері мәселесіне қатысты қоғам тарапынан наразылық туған. Соған қатысты ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану мәселесі бойынша жер кодексінің кей нормаларына мораторий енгізді. Президент сол шектеудің биыл аяқталатын ескертіп, парламент депутаттары мен саяси партиялардың үн қосарына сенім білдірген болатын.